Күн қасиетті ел армысыздар. Ұлыстың ұлы күні тойлауға жиналған барша ағайын. Өзіміздің қазақ халқында сан алынған салт дәстүрі бар. Халқымыздың салт дәстүрлері қай халыққа болса да үлгі болғаны. Бүгін тәрбие сағатымызда өздерінің куә болған дәстүрлерді көкейлеріңізге тоқып, саналарыңызға сіңіріп алыңыздар. Артық болмас. Осы салт дәстүрдің бірі бесік жылы салтын тамашалайық. Балам бұл бесікті бүтуге болмайды. Жаман болады. Баланы ішіне бесікті салып тербету керек. Аллахтан емес, Аллахтан аластағанда дәлек етіп кетіске келеді. Мынау бесіктің міне әдемі бас жастығы, бел жастығы, аяқ жастығы. Мынау екеуі қол бау дейді. Біреу менің қолын байлаймыз, екіншісі мен аяғын байлаймыз. Бесікте бала тыныш әдемі ұстайды. Әже, мынау не? Бұл бесіктің тесігі. Бұл тесікте бала нәжісін өтеді. Бұл сүмегі. Бұл сүмекті алдыңғы кезде асып жүктен жасаған аталарымыз. Асып жүктен жасап, бұны сүтке қайнатқан аппақ болсын деп. Бұл баланы нәжісін өткізеді. Бұл түбек бесікті тербеткен кезде нәжісі шайқамай тұрады. Біреулер жылы гүл салған. Ол буыланып, баланы жылы тұттыру үшін. Түсті ма? Түсті ма? Түсті ма? Ал. Ал. Түсті ма? Түсті ма? Оң ба? Оң ба? Бесіктің басына айна тарап қойып қоямыз. Бұлар бесік, киелі бесік бұл. Баланың алтын ұясы бұл. Ал енді балаңды ұстата бер. Баланы оң жаққа отырып тербету керек. Оң жағында отырып. Бесік жыры баланың тілін жақсы шығуына әсер етеді. Әлде ақ көрпем, ақ бесікте жат көрпем, жылама көрпем, жылама, жүрек шағып берейін. Көтерейік білекті нұрға бөлеп жүректі, бөбекке бата берейік, ағынан айтып тілекті. Сәбиіміз сүйкімді болсын, өнер білімге икемді болсын. Бәйтеректей бойсаңданып, өрен өршіл өркенді болсын. Сұғылалы шуақты күн кешсін, сұр бұлт басын шалмасын, көз топшысы талмасын, қырандай биік самғасын. Рахмет. Рахмет айналайын. Оң жағыңа қарасаң, алтыннан сарай орнасын, сол жағыңа қарасаң, күмістен сарай орнасын. Балдарыңның мінгені жорға тай болсын, жорғалатып келгенде көңілдерің жай болсын. Ақ дастархан жайнасын, ақ самауыр қайнасын, небереңе шөберең жан жағында ойнасын. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың мақсаты заман өзгерісінде де ұлттық салт дәстүріміздің көнермейтіндегі еске салып, ұлттық мұраны қайта жаңғыруға ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі халқымыздан ежелден желісі үзілмей келе жатқан дәстүр мен әдет-ғұрыптардың мәдени және адам тіршілік дүниеміздегі қымбат қазыналарымыздың бірі болып саналып келеді.